Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен спорт жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Сұмдық болады. Сарапшы Жалоловты не күтіп тұрғанын айтты. Белгілі бокс шолуысы Хейден Уильямс Олимпиаданың 2 дүркін чемпионы Бахадур Жалоловты болашағына қатысты пікір білдірді. 2024 жылғы Париж ойындарынан кейін Жалолов толығымен кәсіпқой боксқа өтетінін мәлімдеген еді. Бахадур Жалолов келесі буынның ауыр салмақтағы ең мықты боксшысы болады. Әуесқойдағы жетістігі мен хейветі тарихтағы ең ірі солақай. Оның назарға түспей тұрғаны шынымен бір түрлі. Мен тарихта мұның қуаты солақайды есіме ала алмай отырмын. Оған спарринг сиректер табу сұмдық болады, деп жазыпты сарапшы Twitter желісінде. Еске салайық достар, 5 сәуір Жалолов пен Иван Дичко ортасында жекпе-жек болу керек еді. Бірақ қазір Жалоловтың жекпе-жегі басқамен болатын болды достар. 5 сәуір Жәнібек Әлімханұлы мен Франциялық Ануэль Нигамесидің ортасындағы жекпе-жектер болады достар. Орталық жекпе-жектер біздерді күтіп тұр. Не болатынын ешкім білмейді. Бірақ барымыз Бахадур Жалолов пен Иван Дичко ортасындағы жекпе-жекті күткен едік. Иван Дичко әуесқой бокста 4 рет Бахадур Жалоловты жеңген болатын. Жәнібек Әлімханұлы не істейді екен? Франциялық Ануэль Нигамесиге қарсы фаворит 90% Жәнібек Әлімханұлы болып тұр достар. Журналистердің бәрі Бахадур Жалолов пен Иван Дичко арасындағы жекпе-жекті күткен еді. Қазір бәрі Жәнібек Әлімханұлының фаворит етіп тұр. Оған не болатынын біз бірге көретін боламыз. 5 сәуір Астанада болып өтеді достар. Билет құны 25 мыңнан 225 мыңға дейін. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Тікелей эфир 5 сәуір бізбен көрсеңіздер болады достар. Баршаға рахмет.